Барша қазақстандықтарды бүгінгі алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Менің Қазақстан, ыстық қой сенің топырағың, орманның күн бау-бағың, қастен деген қазағым, найзан ішімен қорғаған. Халқым менің мықты ғой, ата-бабам әрқашан салт дәстүрін сақтаған. Әрбір қазақ батыры желбіреткен көк туын. Бақыт бар көрінбейді нәрақтанда. Айналайын ағажым, кеткен жоқпыз мәңгілік болсам кешіргем, өлгедің рет данажым. Шай қайнатып келейін, шекер салып жанежім, өзім қойып көрейін, балдай тәтті балажым. Рахмет саған әжем. Ұстаз деген ұлы сөздің ұлағаты, ол болмаса кім береді парасатты. Асылын беріп шәкірт ойларыны ағартқан, сол үшін де қара қошты ұстазға әркім басын ию керек. Кемеңер ақылшын деп білу керек. Сен бүгін керемет болып кетсең дағы, жеткізген сол ұстаз деп білу керек. Жақсылар ұмытпайды ұстаздарын, ойлайды олар сонымен ұшталғанын. Мәңгілікке мақтанып өтеді ұстаз шәкірттің биікке шыққандарын. Ұстазға мың алғыс. Сөздің мекенде құшын көп бөлген, өзіндей асыл жанды кім көрген. Алғысым шексіз саған жаным анашым, әрқашанда тілеуімді тілеп жүрген. Ата-анаға, ата-әжеге, ұстаздарға, бауырға, достарға рахмет.